Сәлем достар, бүгін біз сіздерге макап деген не және оны жасап үйренетін боламыз. Макап дегеніміз, яғни біздің жасаған дизайнды әдемі көрнекті етіп көрсету. Яғни макапты барлық кез келген макаптарға қоюға болады. Телефонның макапына кез келген мысалы. Мен сіздерге қазір біреуін көрсететін боламын. Ол үшін біз Pinterestке кіріп, мына жерге макапы пустые деп жазамыз. Осы жерден бізге мысалы біздің пригласительныйларға емес, басқа дүниелердің, дизайндардың макаптарын шығарып берді. Сол үшін біз макапы для пригласительных деп жазғанымыз дұрыс. Бізге мына жерде мен тағы да дұрыс жазбадым, қайталап жазатын боламыз. Макапы для пригласительных деп жазсақ, біз пригласительныйларға арналған макаптарды осылай шығарып беретін болады. Макаптардың өте түрлері көп. Мысалы, дизайндар өздерінің логотиптерін футболкаларда көрсетуі мүмкін. Мысалы, макап пакеттерге, мысалы, логотиптерді, арнайы пакеттердің макаптары бар. Не болмаса көшеде макаптарға арналған арнайы біздің көрсеңіздер, көшеде де макаптарды көруге болады. Кез келген дизайнды өзінің ұнағанындай етіп, мысалы, логотиптерді зданиялардың макаптарына салады, мысалы, кафетерий болатын болса, арнайы өзінің макаптары болады. Қазір мен сіздерге пригласительныйдің макабын жасап көрсететін боламын. Мынау дизайн талғаммен алған жоқпын. Осы жерде өзіме ұнаған макапты аламын, табылғанын. Менде сейфботқа барып, копировать ссылку деп, ссылканы осында қоятын боламын. Бізге жаңағы макапты тартып берді, оны галереяға сақтадым. Және де Pixartқа барып, жаңағы тартқан біздің макапымызды алып, өзімнің жасаған пригласительныйымды алып, соның үстіне қоятын боламын. Яғни, пригласительныйдың тек қана өзін қойсақ, біз Инстаграмда жаңағы визуалымызды, өзіміздің жұмысымызды әдемі көрсете алмауымыз мүмкін. Сол үшін біз жұмысымызды әдемі көрсету үшін осындай арнайы макаптарға салып қоямыз. Сіздер байқасаңыздар, мен даже видеоларымды да осындай телефонның макапына салып жасаймын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.